Кыскасын айтканда, саяхат. Бүгүн жаздын биринчи күндөрү. Аба ырайы өтө керемет. Соган орай мен досум менен саяхаттагым келди. Кимди айтсаң сол келет демекчи. Эмне дегенче досум да келип калыпты. Мен шок болдум. Биз үйгө кирдик. Ол маған неге шок болдың, сен қуасың ба деді. Жоқ, қумаймын, арасында ауруым бар, оған мән берме дедім. Біз асықпай отырып шай іштік. Мен саяхатқа барамын, сен барасың ба дедім. Ол қуана келісті. Біз тұрып заттар жинай бастадық. Біз екеуміз демалатын орындарды қарай бастадық. 1 сағат жүрдік, таппадық. 2 сағат жүрдік, таппадық. 2 сағат 2 минут өткеннен кейін әзер дегенде таптық. Ол жерге жайғасып алдық. Кеш бата бастады. Бізге отын керек. Досыма отын жинауды өтіндім. Ол бірақ мені лох санайсың ба деді. Ол маған балта қайда деді. Ол ағаш жаруды бастады. Біз жылынып тамақ ішіп отырдық. Досым осы маңайда елес бар екенін айтты. Мен аздап қорқа бастадым. Ұйықтауға біз деген палаткеге бет алдық. Бізді біреу тонап кетер деп, оған 2 сағат алмасып, күзетіп отырайық дедім. Ол келісті. A few moments later. Сағат 3 болды. Досым әлі ұйықтап жатыр. Бір шеретте ішім ауыра бастады. Мен орманға дәрет сындыру үшін бардым. Досым айтқандай қорқынышты әңгіме есіме түсіп кетті. Айналада қыбыр-сыбыр біртүрлі дыбыстар естіле бастады. Артымнан елес өтіп кеткендей болды. Артқа қарасам ешкім жоқ. Ох, блин, ешкім емес деп алдыма қарасам.